Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Бүгінгі сабақта Әлия Молдағұлованың ерлігі туралы білетін боласыңдар. Етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқисыңдар. Олар қандай етістіктер екенін анықтайсыңдар. Шақыру қағаздарын жазуды үйренесіңдер. Балалар, алдымен есімізге түсірейік. Етістік болымды және болымсыз болып бөлінеді. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ерінбе, бұзба, жұлма. Балалар, экранға назар аударайық. Бізге болымды етістіктер берілген. Болымды етістікті болымсыз етістікке айналдырып айтып көрейік. Бас, баспа, сал, салма, төк, төкпе, бол, болма. Жарайсыңдар. 39-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қыздар жөнінде естімеген едік. Иримов, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді, деп сыбырлады. Күлуге болмайды, өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, кім боласыз дегенімше, ол саптан алға шығып, жолдас гвардия полковнигі атқыш Әлия Молдағұловамын деп саңқ етті. Атқышпын дейсің бе? Я, атқышпын. Онда атқыш Молдағұлова, асүйге барып картоп аршисың, дедім. Әлия, жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп аршу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім, деді. Ойпыр-ай, қандай адамсың өзің? Я, сондай адаммын. Кәне, винтовкаңды бері әкел. Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым. Бәрі мұнтаздай таза, тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ВЛКСМ орталық комитетінен мерген Әлия Молдағұловаға деген жазуды көрдім де сасып қалдым. Қызым, бар, фашистерді жайрат деуден басқа ештеңе айта алмадым. Әлиямен алғаш рет осылай кездестім. Балалар, мәтін не туралы? Мәтін неліктен мерген қыз деп аталған? Сені көшеде журналист тоқтатып, Әлия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? Жарайсыңдар балалар, сендер дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысында туған. Кеңес одағының батыры. Мерген. 40-шы жаттығуға назар аударайық. Етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқы. Олар қандай етістіктер екенін айт. Балалар, етістіктерге тиісті жұрнақтарды жалғап жазасыңдар. Олар